кеудесіне шығып жатыр. Анау түріне қарасаңыз, кеудесі жарқырап тұрған Шолоховтың алтын медаліне қарасаңыз, тағы да басқа да түрлі мәселелерге қарағанда 80 жастысы беру бізге өте ұяттау болып тұр. Елдің ішіндегі керемет жаңағына өзінің өн бойында қуаты бар, рухани күші қуатты, ән айтудан әлі күнге дейін алдына жан салмаған кереметтей Айдекеңді сын жүректен 80 жасқа толуымен құттықтай отырып, ду қошалақта болсын. Қадірменді ағайындар, қымбатты қонақтар, бүгін мына үлкен мерекені арнайы құттықтауға әлемдік деңгейдегі танымал бір туар тұлға Қазақстандағы Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау жөніндегі комитетінің президенті, генерал-майор, бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің президенті, академик, жазушы, драматург, экономика ғылымының докторы, профессор, тағы да оны айта беретін болсақ, бүгін енді айтып таусу мүмкін емес. Мына Әбекеңді ортаға шығарайық. Өйткені Әбекең Айдекеңді өте жақсы сыйлайды, жақсы біледі. Былтырғы емес, алдыңғы жылғы туған күнде кеудесінен жарқырап тұрып, Шолохов атындағы алтын медаль тақты ол кісіге. Енді бүгін де Әбекең өзі жүрген жерінде осындай марапатты жақсы көреді. Оның үстіне жаңағы сол белгілі азамат болғаннан кейін Айдекеңе де өзінің бүгінгі марапатын әкеліп отыр екен. Сондықтан да Әбекеңді ортаға шақырайық, сол марапатын Айдекеңді де ортаға шақырайық, екеуі шықсын бер қарта, сол қабылдап алсын. Mesela ben kaşı degeme sizlerin bu günlerimizge katılmakta başını жүректен қуаныштымын. Өйткені аға бит-бітеп қарап қойымды. Менен қазір 70-тен 80-ге келгенде қандай болады дейді. Сондықтан аға өмір жасыңыз жарық болсын. Енді Алла Алланың берген өз өмір жасыңызға не болады ғой? Сол өмір жасыңыздың рахатын көріңіз, жаманшылық болмасын. Енді сіз бақыттысыз. Сіздің заманыңыздың қыздары бұл. Дұрыс па? Міне сол заманның қыздары сол кісілермен бірге мен сіздің әлеміңіздің ұстауы келіп тұрғаныма шын жүректен бүгінге үлкен ризашылығым, Алланың разылығы болсын. Енді бізде жаңа бір басқарып жатқан нелерде көптеген мекемелер бар. Бірақ енді солардың ішінде мына енді сіздердің жақында үш-төрт жыл болды, қазір бірге сіздермен бірге істеп жатқаныма мен жасарым жүрмді. Неге? Ән деген, музыка деген, жыр деген бәрі адамды көңіл көтереді. Сондықтан сіздермен қауышып отқан бүгін жаңа жылдың алдында үлкен тебіреніп толғанып тұрған нәрсем сіздерге үлкен санаулы күннен кейін енді жаңа жыл келе жатыр. Сол жаңа жылын құттықтауға сіздерге рұқсат етіңіздер. Барлықтарыңыз үйлеріңізде шаттық, бақыт, береке, алыс-тесілі мол болсын, қайғы қасірет жоқ болсын. Неге одан кейінгі мына жаңағы марапаттау жаңа несімен әкімшіліктің несі басшысы бөлімі. Бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі Нұрманов Айдар мырзаны 80 жасқа толуына байланысты Қазақстан Республикасының емес халықаралық дәрежедегі халықаралық көркемпаздар одағының мүшесі атты үлкен награданы енді қараңыздар, бәріңізде сіздер көркемпаздарсыздар. Бірақ мынарда бізде үлкен ұжым бар. 20 одақ бар. Соның ішіндегі халықаралық көркемпаздар одағының мүшесі деп қабылдап 131-ші куәлікті тапсырайын деп жатыр.
Қазақстан Республикасының Адам құқығын қорғау жөніндегі комитетінің председателі, генерал-майор, бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ-орыс бірлестігінің президенті Нұрманов Әбдуәли Алдабергенұлы табыс етеді. Нұрлы әжелер атынан біздің Айымгүл Абилова апайымыз сізге арнап өлең шығартты. Соны оқимын. Ел сыйлаған азаматсыз алдақты, табылады бойыңыздан бар жақсы. Дос жарандар қамқораға атайды, мейіріңізбен салиқалы салмақты. Ашаңдай басып, ағалық жасқа жеттіңіз. Келіп тұр міне мерейін сыйлап тағы қыз. Жетісу жері төл балас етіп өзіңді, құттықтап жатыр ақ тілек айтып еліңіз. Кішіге үні үлкенге бүгін ағасыз, қайықтай толқып өмірмен ағып барасыз. Түленген төлдей жүре бер аға еркелеп, армансыз кезіп оңтүстік жетісу арасын. Бақытқа бізді бастаған осы шақтарды еске аламын, әнмен көңіл тербеген бәрінен қымбат дос маған. Алшаңдай басып ағалық жасқа жеттіңіз, келіп тұр міне мерейін сыйлап тағы қыз. Жетісу жері төл балас етіп өзіңді, құттықтап жатыр ақ тілек айтып еліңіз. Түленген төлдей жүре бер аға еркелеп, армансыз кезіп Шымкент пен Алматы арасын. Allah'tan берер табылмасын, шағасы берекет деймін.